Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай шоколадты пирогтың рецептісін ұсынамын. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын, соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қантты салып, миксерлеп аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары май, сұйық май, сүтті қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға қопсытқыш какаоны салып араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра қосып, араластырып аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, шамамен 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Шоколадты ганаш дайындаймыз. Алдымен шоколадқа сары майды салып, су моншасында немесе микроволновкада ертеміз. Онан соң біздің суыған пирогтың үстіне құямыз да жарты сағатқа тоңазытқышқа немесе салқын жерге қалдырамыз. Міне біздің пирогымыз дайын, жасалу жолы өте оңай, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған балзия ас болсын.